Ғибратты әңгіме. Ертеде бір данышпан өмір сүріп, оның 3 ұл бір қызы болыпты. Қызы да, ұлдары да ақылды болып ер жетеді. Айдан ай, жылдан жыл өтеді. Әкесі әбден қартаяды. Күндердің бір күнінде ұйықтай алмай дөңбекші береді. Мұны сезген кемпірі мен қызы: «Сізге не болды? Бір жеріңіз ауырып жүрме? Жоқ әлде алыс жүрген балаларыңызды сағынып жүрсіз бе?» деп сұрайды. Қария: «Иә, сағындым. Оның үстіне бір арманым ішімде кетіп барады», дейді. Қызы әкесінің арманын білгісі келіп: «Арманыңызды айтыңыз, мүмкін көмегіміз тиіп қалар», дейді. Қария: «Ешқандай құпия жоқ. Менің 3 ұлымның 3-еуі де ақылды. Сонда да біреуінің ақылы артығырақ болуы тиісті. Соны білу менің арманым», деп жауап қайырады. Қызы сәл ойланып: «Ой, ата, осыған да қиналасыз ба? Қыдырып барып балаларыңызды сынап қайтыңыз», деп кеңес береді. Сонымен қыз бен кемпір жолға мына кіріседі. Азығын, сусынын дайындап, атын ерттеп беріп, жолға салып жібереді. Аз жүрді ме, көп жүрді ме, бір күні үлкен ұлының үйіне жетеді. Баласы үлкен құрметпен қарсы алып, қолынан келгенше сый құрметін аямайды. 2-3 күн жатып, мауқын басып, 4-ші күні қайтпақшы болады. Баласы тағы да қой алдырып сойғызады. Тамақ піседі. Етін қазаннан түсіріп қойып, нанын салып жатқанда, қария баласына қарап: «Қарағым, мына еттің жақсы жерінен бір кесіп берші», дейді. Ұлы жақсы жері дәуде болса, санның еті шығар деп, сан етінен кесіп береді. Қария аздап ауыз тиіп қойып қояды. «Балам, енді жаман жерінен бір кесіп берші», дейді. Еттің де жаман жері бола ма деп сәл ойланып тұрып, жаман жері деген тіс өтпейтін сіңір шығар деп сіңірден кесіп береді. Сіңірді алып аздап ауыз тиеді. Артынша тамақ та келеді. Тамағын жеп, сыйына риза болып, ел жұртпен баласымен қоштасып қайтады. Қария ұзақ жол жүріп, 2-ші ұлының үйіне келеді. 2-ші ұлы да зор құрметпен қарсы алып, сый құрметін аямайды. Әкесі қайтар күні 1-ші ұлына қойған сауалын 2-ші ұлына да қояды. 2-ші ұлы да 1-ші ұлының істегенін қайталайды. Қария енді 3-ші ұлына жол тартады. 3-ші ұлы да зор құрметпен қарсы алып сыйлайды. Қайтар күні 2 ұлына қойған сауалын кіші ұлына да қояды. Сонда кіші ұлы мұнда бір сыр бар шығар деп ойлайды. Содан кейін бастың тілінен кесіп береді. «Балам, енді жаман жерінен бір кесіп берші», дейді. Баласы тағы да тілден кесіп береді. Сонда әкесі тұрып: «Балам, мұның қалай? Жақсы жерінен кесіп бер десем, тілінен кесіп бердің. Жаман жерінен кес десем, тағы да тілінен кесіп бердің», дейді. Сонда баласы: «Ой, әке-ай, сіздің сынап отырғаныңызды біліп тұрмын. Жақсы да, жаман да, ұрыс та, керіс те, өсек те, бәрі де осы тілден шығады емес пе? 2 елі ауызға 4 елі қақпақ дегендей, әр адам өз тіліне сақ болса, еш уақытта ұрыс керіс болмас еді. Басқа пәле тілден», деген екен. Қарт 3-ші ұлының ақылдылығына өте риза болып қайтады.